Ал құрметті көпшілік, бүгін тамаша қазақтың азаматымен танысып отырмыз, көрісіп отырмыз. Сыртынан өте жақсы білуші едім. Мұны Расул Көшербаев деген ініміз ерекше талантты жігіт деп есептеймін. Мұны Өзбекстанның тумасы, сұрап отырсам атақты Төле бидің ұрпағы екен, Шаншықылы ұлы жүзден. Бұл жігіттің ерекше жетістігі 27 жасында Өзбекстан мәжілісінің депутаты болған. Өте атақты, көпшілікті, халықты қорғау туралы көптеген жұмыстар атқарған, Қазақстанға да белгілі. Осы інімнің көріп, маңдайынан сүйіп, осындай қазақтың азаматы болғанына мақтанышпен сіздерге таныстырып отырмын. Расулжан, ассалаумағалейкум. Өзің туралы ел білгісі келеді. Қысқаша өзің қайерде туылдың, қанша ағайындысыңдар, әке шешең болған, соны айтып өтсең. Мен 1987 жылы осы Өзбекстан Республикасының Ташкент облысы Янгел ауданы Қосағаш ауылында туылған. Әкем Қыдырәлі Көшербаев. Ол кісі ұзақ көп жылдар оқытушы болып істеді. Өзіміздің ауылдағы үлкен мектептің директоры болып істеді. 2008 жылы қайтыс болған. Анам ол кісіді өзімізге қарайтын еді, медик еді. Ол кісі де сол аурумен қайтыс болған. Ерте кетіпті. Иә, солай болып қалды. Семьяда 4 бала болғанбыз. Бір қарындасым бар, 2 інім бар, үлкені өзім. Барымыз осы Өзбекстанда қазір осы жердің өзінде жасап жүрміз. Иә, менің түсінігімде сіз осы жердің жаңағыдегі осы жерден баяғы 200-300 жыл бұрынғы кәдімгі сол қазақтардың қалған тұқымысы. Төле би атамыз жайлауы, жаңа Төле би Шымкентте болса, қыстағы Ташкент болған ғой. Осы жердің биі болған, бегі болған, соның ұрпағы екенсің. Бұл жерден. Иә, ұлы жүздің Шаншықылысынамыз, Шаншықылының Қарақалпақ ұрығы. Сонда менің үлкен атам, менің әкемнің әкесі, ол кісі ұзақ көп жылдар осы 1993-ке дейін осы Өзбекстанның Янгел ауданында біз жасап жүрген сол сельсовет дейтін еді. Сол жерде сельсовет райысы болды, депутат болды районда көп жылдар, ол кісінің көпшілік білетін еді. Менің аталарым бәрі осы жерде болған. Қазір біз жасайтын ауылдың қоңсы ауылымыз бар, Байш деп аталады. Байш менің 6-шы атам болады. Ол кісі бірінші сол ауылға барып жасаған бірінші тұрғын есептеледі. Одан ары 7-ші атам бұл Қынықтос. Қынықтостың атында да қазір бір ауыл бар. Ол кісі де сол қазіргі біз Янгел ауданындағы ауылдың бірінші келген тұрғыны. Ол кісілер неғылған, қазір біздер жасайтын жерлерді бірінші тұрғындары болып ашып неғылған кісілер. То есть 250 жылдар ары бері біз осы жердің коренной Расулжан, бұл әңгімеңіз қазақтың аталы сөзін растап отырды, тектілік деген болады. Тектілік бәрібір бір жерден атып шығады да, сондай атақты қаның текті болғандықтан сондай болып отырсың. Дәл қазір енді қандай қызмет істеп жатсың, блогерлігіңді көріп отырмыз. Қарапайым халықты қорғау дәрежең жоғары, қазақ-өзбек достығына қызметің өте жоғары. Қазір өзің қандай қызметтесің, отбасың туралы, әйелің, бала-шағаң қанша? Өзім қазір ресми жұмыс жерім бұл Өзбекстан Республикасының экология министрінің кеңесшісімін. Бұл мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет, яғни министр орынбасарына теңдестірілген лауазым. Ары бос уақытыма қарай блогерлік дейді ме, ары азаматтық, актив азаматтық дейді ме, осы жұмыстарды тоқтатпай кетіп жатырмын. Адамдар біздің Өзбекстандағы тұрғындарымыз бір қыл кезде болады, шетелден де келеді, көмек сұрап келеді, әлі де келетін, сол қолдан келгенше көмектесеміз, қарасамыз. Бос күндерім көбірек басқа тірліктермен істеймін, сондықтан сол депутаттық кезімде
адамдарға қалай жәрдем беріп келген болсақ, әлі ол тоқтаған жоқ. Адамдар әлі де мені неофициальный депутатымыз деп есептейді. Олардың сенімі маған, сондықтан оны жоғалтпау керек. Бала шаға келін туралы. Иә. Хоп, 3 балам бар. Бір қыз, жастары? Үлкенім сол 13-те. Кейінгім 7-де, кейінгіміз 2-де. Мектепке барады қазір. Келін ауылдан алдым да осы. Қоңсы ауылдан. Көршінің қызы дейді бізде. Не, Қоңсы районынан. Қоңсы районынан. Иә, ол. Ұлы жүздің қызы шығар. Иә, ұлы жүздің қызы. Жақсы, өте жақсы. Мынау шын, қазақта жаңағыдегі мен айтып жатырмын, сағыныш деген жақсы сезім. Сол сені сағынып келіп амандасып отырмыз. Осындай қазақтың рухты, өте талантты жігіті бар екендігіне біз мақтан тұтамыз. Мынау қазақ өзбек достығына қызмет ете бер. Тек денсаулығың мықты болсын, сенің жұлдызың алда, біз соның шын жанашыр болып жүре берейік. Рахмет үлкен. Рахмет. Сау болыңыздар.